Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Есімбекова Майра. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоның соңына дейін көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай керемет таңғы ас дайындайтын боламыз. Бізге керегі пияз керек, осындай саумалдық керек, яғни шпинат, жұмыртқа, сұйық май және сыр, дәміне қарай тұз және ұнататын дәмдеуіштер. Ең бірінші табамызға осылай табамызға май құйып, ысытып алғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, сарғайғанша, жұмсарғанша қуырып аламыз. Осылай сарғайғаннан кейін үстіне саумалдығымызды яғни шпинат бұл. Шпинатымызды жуып, тазалап, пиязымыздың үстіне саламыз. Піспеген кезінде осындай үлкен көп мөлшерде сияқты болып көрінгенімен, қазір қуырған кезде ол басылады. Жақсылап бетін жауып бұқтырдық. Міне осындай аз ғана мөлшерде болды. Енді осының үстіне біз жұмыртқамызды жарып саламыз. Менің жұмыртқам үйдің жұмыртқасы, осындай сап-сары. Енді үстіне ұнататын дәмдеуішіңізбен тұзыңызды сеуіп шығасыз дәміне қарай. Менде бұл жерде дәмдеуіш қара бұрыш және кептірілген сарымсақ қосылған дәмдеуіш, соны салып шықтым. Сол өте ұнайды. Осылай бәрін дәмдеп шыққаннан кейін үстіне осы екі түрлі сырымызды саламыз. Менде моцарелла және жай қатты түрі. Сырларды үккіштен өткізсеңіздер, яғни теркадан өткізсеңіздер де болады. Немесе осылай мен сияқты турап саласызсаңыздар да болады. Ең оңай варианты осы. Енді бетін жауып, баяу отқа қоямыз, достар. Қазір көрсетемін отты. Осылай аз отқа қоятын боласыздар. Міне осындай болып пісті. Дәмі енді керемет. Таңғы асқа өте тойымды және ешқандай зиян қоспасы жоқ тағам. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.